Астана командасы жартылай финалға шықты. Шымкент қаласында көкпардан ересектер арасындағы жылдың басты бәсекесі Қазақстан чемпионаты жалғасып жатыр және жаңа ғана сенсациялық нәтиже тіркелді деуге болады. Астана командасы ең бірінші болып жартылай финалға жолдама алды. Ерекшелігі сол, осы елордалық команданың тобында, яғни Д тобында ылғи фавориттер болған, яғни Түркістан облысының командасы және Қостанай облысының командасы болды. Астана командасы екеуінде 3-2 есебімен жеңді, яғни бірінші күні Қостанай облысының командасын дәл осындай қысқа есеп айырмасымен ұтса, бүгін, яғни жаңа ғана Түркістан облысының командасын 3-2 есебімен жеңіп, жоғарыда айттым ғой, ең бірінші болып жартылай финалға шығып отыр және енді көпшілік аң-таң, әсіресе енді жергілікті жанкүйерлер, жергілікті мамандар осы Түркістан облысынан үлкен үміт күтті, басты фавориттер қатарына қосты. Десе де Астана командасы сапында егде көкпаршылардың көптігіне қарамастан жеңіске деген жігер және осы бір ерекше құлшыныс, ерекше ұмтылыс, енді оның артында үлкен дайындық жатыр ғой. Соның барлығы ауызбіршілік те бар. Соның арқасында бүгін жеңіске жетіп, бүгінгі күннің басты жаңалығы болып отыр. Енді қалған командалар осы топтық кезеңдегі айналмалы жүйе бойынша өзара мақтана анықтайды. Тағы да осындай бір күтпеген нәтижелер, сенсациялық жеңістер болады деген үміттеміз. Көкпар осынысымен қызықты, осынысымен күрделі. Қалған жігіттерге тек қана сәттілік тілейміз. Ең бастысы әділ өтеді, таза өтеді және шын мықты жеңіске жетеді деген сенімдеміз. Сәттілік!